Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Күні кеше Ерке Есмахан дүйім жұртқа жеке өміріндегі жағымды жаңалығын жеткізді. Әнші өмірлік серігін жолықтырғанын айтып, ұзату тойының күні алыс емес екендігін айтты. Бұл жайында Ерке өзінің 7 миллион оқырманы бар жеке парақшасында жариялады. Жұрттан сүйінші сұраған өнер иесі тойды қандай форматта өткізу керектігін ақылдасып, көпшілікпен кеңесуді жөн көрген. Алла бұйыртса күйеуге шығамын. Ерке Есмахан дүркіретіп үлкен инста-той жасап ұзатылғаны дұрыс па? Әлде тып-тыныш сырға салып неке қиып жүре бергені дұрыс па? Сіздердің ақылдарыңыз қажет, деп жазды Ерке. Есмаханның өз аузынан бұл қуанышты хабарды естіген желі қолданушылары әншіге бірден бақыт тілеп, жылы лебіздерін жарыса жазды. Вау, ақ көйлек, әппақ келін, онлайн той жасаңызшы. Тып-тыныш кете бер. Күйеуге шығу керек міндетті түрде. Тыныш па, дүркіретіп па, маңызды емес. Әрине дүркіретіп. Кімнен кенсіз, іші тарлар қызығып та, қызғанып та көретіндей етіп шығыңыз, деді оқырмандары. Айта кетейік, Ерке Есмахан 2 рет ажырасқан. Алғашында танымал журналист Асхат Садырбайға тұрмысқа шығып, некесі сәтсіз аяқталды. Олардың Мүслім есімді ұлы бар. Ал екінші рет 91 тобының екінші мүшесі Азамат Зенкаевпен көңіл жарастырып, кейін ғашықтар тағы да екі жаққа кеткен еді. Экспресс-ка бұған дейін Еркенің әлеуметтік желіге тыржалаңыш суреттерді жариялағаны туралы жазбаны жазған болатын. Сондай-ақ Ерке Есмаханның жас жігітке бір түнін арнағаны жайлы да материалда ғаламторда қызу талқыланған еді.